Сағыныш. Жібек Бірдекейдің ерке тотай Шолжаңбай қызы. Өзі сондай келбетті, шашы ұзын, өзі әдемі Сарыдан келген қыз болатын. Жібек бай, әрі әдемі болғанға көп адамды менсіне бермейді. Тек өзінің араласатын ортасы бар еді. Жібектің жаман қылықтарға әуестігі ерте басталды. 8-ші сынып кезінде қасындағы қыздарға қосылып темекі шегуді бастады. Әкесінің байлығын сеніп мектепті де жарытпады. Оқығысы келсе оқып, оқымаса тіпті қоя салатын. 2018 жылдың қыс мезгілі болатын. Досы Есбол хабарласып, бір құрбысының қиын жағдайға қалғанын айтып, үйіне бір күнге түней тұруын өтінді. Жібек еш қарсылықсыз келе берсін, күтіп аламын дейді. Шамалы уақыттан кейін бөтен бір нөмір хабарласады. Өзін Үнжу деп таныстырады. Есболдың айтқан қызы осы болды ғой деп ойлаған Жібек есікті ашып үйіне кіргізеді. Үнжу бір көргенне Жібекке ұнамады. Түрі сұтлау келген, шашының бәрі қызыл жасылды болып боялған екен. Сырт көзге қарағанда көпшілікке ұқсамайтын ерекше қыз еді. Бірақ досының құрбысы болғанға сыр білдірмеді. Сол күні Үнжу Жібектің үйіне бір күн түнеп, ертесі орталық базарға апарып тастауын өтінді. Сол жерде жігітті күтіп тұрған айтады. Келіскен екеуі орталық базарға барады. Жігіті Үнжуді күтіп алады. Өзі орта бойлы, сымбатты, қара торы жігіт екен. Жібектің көзіне бірдеңнен түседі. Жігіт те Жібекті ұнатқанын көрініп тұр. Өзі әдемі қызға қайта-қайта қарағыштап көзін ала алмай тұр. Көп күттірмей Үнжу жігітті алмаспын деп таныстырды. Сосын Жібекке рахметін айтып, екеуі әрмен қарай кете барды. Жібек те Алмасты қимағандай үйіне қарай қайтты. Сол күні Жібекті ойынан Алмас шықпады. Өзі әп-әдемі жігіт Үнжу сияқты қыздың жігіті болғанға бір жағынан қызғанып, бір жағынан қимай тұр. Не керек, тілегені алдынан іздемей-ақ табылып, кешкісін Алмас Жібекті ВК желісінен тауып алып хабарлама жазды. Жазады деп күтпеген Жібек те қуанып қалды. Екеуі ұзақ түн ортасына дейін сөйлесті. Ертеңіне орталық базарда қайта кездесетін болып шешті. Ертесі таңертең Жібек Алмас үшін орталық базарға барды. Сол жақта кездесіп, екеуі бұрыннан таныс адамдарша күліп жарқын-жарқын сөйлесіп отыр. Екеуінде бүгін күн жетпейді ғой сірә. Әңгімесі таусылар емес, әңгімесі жарасып әлі айтатын көп. Айтқандай уақыттың да қалай өткені белгісіз. Кеш болып қалды. Алмас қимай-қимай Жібекті үйіне дейін шығарып салды. Міне сол күннен бастап екеуі бірімен бірі сөйлеспесе, көрмесе, дауысын естімесе ұйықтай алмайтындай халге жетті. Неткен бақытты кездер. Алмас Жібектің барлық айтқанын жасайтын, шын мәнінде ерекше ғашық болды. Күнде тәттілерін алып Жібекке келіп тұратын. Байдың қызы өз еркеліктерін көрсетсе де көтеретін, себебі шын ғашық еді. Уақыт өте келе сол ғашықтық Жібек бағаламайтын болды. Күндегі әкелетін тәттілерінен жалықты, себебі бір сарынды өмірден жалықты ма, оның Алмасқа деген сезімі біртіндеп су сепкендей басыла берді. Енді Жібек бұрынғы әдетіне басып, менсінбеуді шығарды. Алмасқа сенің көлігің жоқ, маған көлігі бар, жағдайы жақсы жігіттер ұнайтын дейтін. Соңғы кезде сөйлескісі келмей қара тізімге де енгізіп тастап еді. Алмастың әкесі жоқ, тек анасы болатын. Соған қарамастан көп ұзамай намысқа тырысып, қайдан алғаны белгісіз Жібектің алдына су жаңа көлік мініп келді. Көлікті көргенде Жібек қуанғаннан Алмасты барып құшақтап алды. Енді Алмас Жібектің жеке жүргізушісі сияқты болып жүрді. Күнде таңертең сағат 6-да сонау бір сағаттық орталықтан келіп Жібекті сабағына апарып жүрді. Сабағы біткен соң қайта аяғын жерге тигізбей үйіне апарып тастайтын. Жібектің аузынан не шықса барлығын жасайтын. Ұялы телефон деп еді, оны да әперді. Ғашық болғаннан барлық мінезінің еркелігін көтерді. Алайда Жібек Алмасты бағаламады. Қанша тырысқанымен Алмасты қара тізімге енгізіп, Алмастың сезімін қайта қабыл алмады. Алғысы да келмеді. Өйткені сол уақытта Жібек өзіне басқа бір жігіт тауып алған еді. Алмастан әбден жалығып, енді ғана тапқан жігітпен сөйлескен қызық болатын. Бірақ сол уақытта Жібектің ойына өзінің бағын қолдан жүріп алғаны ойына да келмеді. Тек сол уақытты ғана ойлайтын. Сол күндермен өмір сүрді. Бірақ Алмас ештеңеге қарамады. Алған бетінен қайтпай жүрді. Күнде Жібектің үйіне келіп тұрды.
Жібек оған неше түрлі сылтауын айтып қайта шығарып салатын. Жібекке сен бәрібір менен артығын таппайсың, менікі боласың дейтін. Бірақ бұл сөз Жібекке еш әсер етпеді. Алмас Жібекті өзіне қайта ғашық еткізу үшін барлығын жасады. Бір күні қоярда қоймай Алмас Жібекті киноға ертіп барды. Сол жерде үлкен дайындықпен Жібекке сөз салды. Үлкен экраннан екеуінің бірге түскен суреттерін шығарып сөз салды. Көпшіліктің көзінше көз салғанға Жібек те еріп сала берді. Көпшіліктің көзінше Алмастың сөзін сезімін қабыл алды. Бұл кездегі Алмастың қуанышында шек жоқ еді. Сол қарқынмен тағы 3-4 ай жүрді. Сол аралықта Жібек өз еркімен Алмасқа беріліп те қойды. Соған қарамастан тағы да өз әдетіне басты. Тағы көкірегін көтеріп, Алмаспен сөйлегісі келмей жүрді де оны тағы да тастап кетті. Бірақ бұл жолы Алмастың өзі де шаршады ма, ештеңе айтпады. Тек әскерге кететінін жеткізді де содан кейін хабарсыз кетті. Арада біраз уақыт өтті. Бұрынғы барынша көңіл бөліп жүрген Алмас жоқ. Енді Жібек Алмасты анда-санда есіне алып, сағынып қоятынды шығарды. Қолда бар алтынның қадірі жоқ деп есіне барлық жақсылығы енді түскендей. Бірақ намыс жібермей хабарласпайтын. 2021 жылдың қыркүйек айы болатын. Алмас кеткелі Жібек қатты өзгеріп, мінезін тіпті бұзылып кетті. Бұрынғы шегетіні былай тұрсын, енді тіпті шетінге көшті. Болашағын тіпті ойламады. Тек бір күндік қызық үшін жүргендей. Бір күні Жібек құрбысымен қыдырып жүріп, орталықтан тағы бір жігітпен танысады. Сол жерде еш ойланбастан телефон нөмірін береді. Сөйлесе келе жігіттің әкесі мектеп директоры. Анасында мұғалім болып жұмыс істейтінін білді. Жақсы жерден бай отбасынан шыққан жігіттерді жақсы көретін Жібек бұл жігітке де айырылып қалғысы келмеді. Екеуі сөйлесіп жүріп, ол жігітке де өз еркімен беріліп қояды. Сол жағдайдан кейін өзін жайсыз сезініп жүрген айнып бастайды. Өзінің жүкті болғанын бірден сезген Жібек үйіндегі әке-анасына айтуға қорқып, жүрексініп жүрді. Арада 2 ай уақыт өтіп кетеді. Іші білініп қалмасын деп жігітіне өзін алып қашуын өтінеді. Еш қарсылықсыз жігіт келісіп, Жібекті алып қашады. Барғаннан өз көзіне өзі сенбеді. Осы уақытқа дейін мектеп директорының баласымын деп алдап келген жігіттің отбасы өте қарапайым отбасы болып шықты. Ата-анасы да жай қарапайым жұмысшы екен. Үйдегі жағдайды көргенде өзінің алданғанына іші өртеніп барады. Бірақ қайтарға жол жоқ. Қайтып кетсе, барлық сыры мәлім болатын Жібек амал жоқ, сол үйде қалады. Уақыт зымырап өтіп, айы күні жетіп, Жібек шекесі торсықтай ұлды дүниеге алып келеді. Барған жерінің жағдайы нашар болғандықтан дүркіретіп шығарып алу болмады. Өз баласын құшақтаған күйі үйіне келді. Бұл уақытта Жібектің жасы небәрі 17-де еді. Ерте бала көтеріп, ата-ана атанған Жібек соңғы кезде өзінің осы уақытқа дейін жасағандары үшін өкінеді. Барлық жастық шағын өз қолымен ойрандағаны үшін өзін іштей мүжіп бара жатқандай. Барған жері де қазір Жібектің өткен өмірінен хабардар болды ма, әлде жүкті болып барғаны жақпады ма, Жібекке тиісуін бастады. Тәрбиесізсің, жеңіл жүрістісің деп көп айтатын шығарды. Осындай өмірден жалыққан Жібек соңғы кезде өзіне сондай бақыт сыйлаған Алмастың қадірін түсініп, сағынып жүр. Сол оймен Алмасқа хабарласты. Жақсы көретінін сағынғанын айтып жылап алды. Алмас та кезіндегі сүйіктісінің жылағанын жанына батып, әлі де сезімі барын жасырмады. Жібекке ажырас, балаң да кетерге емес, өзім бағамын, саған үйленемін деді. Бірақ Жібек олай жасауға дәті бармайтынын жеткізді. Қазір Жібек жас ана, алданышы тек сәбиі ғана. Сонымен алданып уақытын өткізеді. Бірақ Алмас еш ойынан кетер емес. Көңілі жабырқаулы өткен ісіне өкініп, Алмасқа деген сағыныш күннен күнге басылар емес. Сағынышын басатын амал іздегенмен еш өзгеріс жоқ. Тек өтіп кеткен уақыт қайта келсе, барлығын бағалар едім деген ой ғана қалды. Қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.